екі ерлі зайыптының бақытты болып комфортный өмір сүруі қай жерде молырақ, ол сол жерде болып көсе-көске көру керек. Ал енді сен принципке саласың, ойбай қара шаңырақ жалғыз бала ата енесінің қолында тұрсын. Біраздан кейін не келін жоқ, басқа жоқ, бала шешесімен ренжіседі, келін кетеді, немере кетеді, быт. Не пайда отыр? Ол бір дәстүрде солай, жалғыз бала қайда кетеді деген жүрмейді. Ең басты нәрсе не? Ата енемен тұру ма? Или олар мүгедек болып, бір жағдайы жоқ болса жарайды, қарайласу үшін болуы мүмкін да, бір мақсат. Ең басты мақсат үйленген ұл мен келіннің отбасы болып кетуі. Сол қай жерде, ата-ананың қасында ма, жерде болуға тырысу керек. Жоқ, ата-ананың қасында болсаң керісінше искра конфликті бар ма, басқа жерде тұру керек. Егер олар бақыттырақ бола ма, қайын жұртта тұрса, қайын жұртта тұрсын. Мысалға, жаман күйеу қайынсақ, мың вариант бар, оны айтыла береді. Бірақ кейбір жағдайлар бар, қыз жалғыз, ата енесі күйеу баласының қолында тұра беретін жағдайлар болады өмірде мысалға да.